Франкфурт мектебі. Франкфурт мектебі 20 ғасырдың басында Германияда құрылады. Мектеп дегенде арнайы бір университет не академия емес, жай идеялас ғалымдар қауымдастығы. Негізгі өкілі Макс Хоркхаймер, Теодор Адорно, Герберт Маркузе, Эрик Фром. Әуелде бұлар өзге революционерлер сияқты Маркстың идеясын желеу етіп капитализмді сынады. Бірақ 1917 жылғы Ресейдегі қазан төңкерісі көп жәйтті аңғартты. Маркстың идеясынан қателік байқады. Мысалы, большевиктер жоғары тап өкілін құлатып, теңдік орнатқан болды. Бірақ патша мен байларды қудалап жүріп, өздері жоғары тапқа айналғанын сезбей қалды. Бұрынғы қарсыласын аяусыз қырып жіберді. Жұрт арасына қайтадан жік түсті. Біреуден үрку, қорқып сыйлау, тізе батыру, өзін өзгеден артық санау бәрібір жойылмады. Құр төңкерістен түк шықпасын сезген Франкфурт өкілдері 1930 жылдан бастап мәдени майданға көшті. Енді олар капитализмге емес, христиан құндылықтарына майдан ашты. Олар үшін елдің санасын өзгертпей теңдік орнату мүмкін емес. Мысалы, революция билікті төңкерді, таққа жаңа патшаны әкелді. Бірақ дін әдетінше патшаға киеді артып, оны жоғары тап өкіліне айналдырады. Сондықтан дінді талқандамай, қоғамда теңдік орнату мүмкін емес деп есептеді. Олар басты арсеналы өткір критика мен психоанализді алды. Құндылық, дін, дәстүр, әдебиет, әдет-ғұрып, патриотизм, махаббат, сексуалды шектеу бәрін психоаналитиканың машинасына салып талқандады. 1933 жылы Германияда билікке Гитлер келген соң, олар жаппай шетелге қашты. Себебі көбі еврей еді. Олар ақш-қа өтіп мәдени майданды сонда жалғастырды. Фрейд пен Юнг алғаш Америкаға келгенде, Фрейд оған біз бұларға чума әкелдік, бұл пақырлардың онымен шаруасы жоқ деген екен. Айтса айтқандай, Фрейдтің теориясы Еуропада емес, Америкада жылдам жайылды. Теодор Адорно 1950 жылы авторитарлы тұлға еңбегінде бүйдеді. Отбасында әкенің авторитеті басым болса, балалары өскенде расист немесе фашист болады. Сондықтан біз отбасындағы әкенің авторитетін әлсіретуіміз керек. Елестетіп көріңіз, 1950 жылы Америка жұрты фашизммен, ұлтшыл Жапониямен күресіп әрен жеңгенде, бұл жаңалық төбеден жай түскендей әсер етті. Баласының фашист болып өсуінен қорыққан көп әке мінезін жұмсартып, отбасындағы беделін қолдан түсірді. Екіншіден, Фрейдтің психоаналитикасын негізге алады да мынадай тұжырым берді. Сәбидің қалағанын істетпей, шектеп, тыйып өсірсең, түп санасында психологиялық жарақат пайда болады. Фрейд адам психологиясын ид, эго, суперэго деп бөлгенін жоғарыда айттық. Фрейдтің теориясы бойынша құмарлықтың түпкі мекені идте жатады. Дінде ид деп нәпсі мен оның құмарлығын айтады. Фрейд нәпсі құмарлықты айуандағы сияқты адамның табиғи қалауы деп алды. Құмарлық оянып бейсаналы түрде құмарлығын қандырғысы келеді. Құмары қанбаса, мазасы қашады. Оның қалау импульстері эгоға барып тіреледі. Эго адамның санасы, шешім шығаратын сол. Бірақ эго құмарлықтың қалауын беру үшін өзінен бір саты жоғары тұрған суперэгоға жүгінеді. Суперэго жоғары сана. Әке шешенің ақылы, ұстаздың тәлім тәрбиесі адамның миына сіңіп өсе келе адамның суперэгосын сомдайды. Суперэго құмардың қалауын өзінің сүзгісінен өткізеді. Егер құмарлыққа қарсы қандайда бір тыйымды тауып алса, өтінішті кейін қайтарады. Ешқандай тыйым таба алмаса, рұқсат береді. Мысалы, нәпсі қалауы ұрлық жасағысы келеді.
суперэгода ұрлыққа қатысты тыйым болмаса, адамның ұрлық жасауына рұқсат береді. Кішкентай кезінде әке-шешесі ұрлық жасама деп ескерткен болса, құмарлықты тыйып тастайды. Амал жоқ, келген импульс кейін қайтқысы келеді. Қайтайын десе, барар жер, басар тауы жоқ. Орнығатын жер таппаса, невроз туғызады. Сосын эгоның түп санадағы бір қуысында жатып қалады. Осылайша суперэгоға сөзі өтпеген құмарлық қалаулары түп санаға келіп түсе береді, ешқашан жойылмайды. Бала ержеткен соң баяғы түп санада жатқан құмарлық қалауы қайтадан бас көтеріп невроз туғызады. Қалайда сыртқа шыққысы келеді. Егер суперэго ілім-білім жинап, итке алдыртпас қуатты болса, түп санадағы құмарлықты сублимацияға айналдырып жібереді. Одан мәдениет, әдебиет, өнер тудырады. Егер суперэгоның багажында қарсы тұрар қайрат болмаса, агрессия, авторитаризм, ксенофобия туады. Сондықтан қоғамдағы ұры, қанышер, қылмыскер, жауыздың бәрі бала күнінде құмары қанбаған бейшаралар. Олардың құмарлығын дер кезінде бергенде тағдыры басқа жаққа өзгерер еді. Қорыта айтқанда, Фрейд құмарлықты 3 импульстен тұрады деп дәлелдеген. Бірінші фазасы қандай да бір адамға не затқа байланысты құмарлық қозып бастайды, оның үнін тұншықтырып ләззат алуына жол бермеген жағдайда, ол түп санаға кері қайтады да сонда тұрақтайды. Бұл екінші фазасы. Үшіншісі, құмарлық түп санада жатып сублимацияға немесе агрессияға айналады. Қоғамға мәдениет немесе қасірет әкеледі. Бір қарағанда бұл да адамды иландырып қоятын мықты аргумент. Сол кездегі Америкадағы ата-ананың үрейін туғызды. Франкфурт мектебі Вильгельм Райхтың «Сексуалды революция» деген еңбегінде насихаттады. 1949 жылы оның кітабы Америкада ағылшын тілінде жарық көрді. Райх Зигмунд Фрейдтің ең алғашқы клиникалық ассистенті. Карл Маркс пен Фрейдтің концепциясын біріктіруге тырысқан ғалым. Жас балаларға секс туралы айтудың еш әбестігі жоқ. Аборт жасату, емін еркін төсек қатынасын таңдау, ажырасу әркімнің өз еркі. Психологиялық табиғи таңдауы. Оған біреудің қол сұғуы дұрыс емес. Тіпті әйел зорлаған қылмыскерді соттау да жөнсіз. Оны да қылмысқа итермелейтін түп санадағы құмарлық қалауы. Қайта ол адамға психологиялық көмек көрсету қажет деген. Франкфурт мектебінің өкілдері негізгі акцентті оқушыларға қойды. Себебі дәстүрлі тәрбиемен өскен ересек адамға мәдени революция жайлы сөз қозғаудың өзі бекер еді. Сондықтан жаңа идеяны жеткіншекке өткізу әлде қайда тиімді. Сөйтті де 1948 жылы мектеп пәнінен дін үйрету сабақтарын алдырып тастады. Көп ұзамай мектеп қабырғасындағы Мұсаның 10 өсиеті алынды. Музыка пәнінде діни өлеңдер шырқауға тыйым салды. Осылайша дәстүрлі отбасы элементтеріне соққы берді. Себебі мәдениет дәстүр бәрінің түбінде дін жатты. Бұған дейін Совет елдері, елдегі пионер, комсомол деген сияқты Америкада бойскаут ұйымдары болатын. Онда мынадай шарттар, ұрандар айтылды. Әр бала Құдай алдындағы және мемлекет алдындағы міндетін адал орындамайынша азамат болмайды. Франкфурт мектебінің ықпалымен бұл ұран фанатизмге айналды. Әйелдер журналы ойын сауық бағдарламалар ашылып, онда тек әйелдің карьерасы, секс, еркіндік, жалғыз басты әйелдің жетістікке жетуі қатты насихатталды. 1950 жылға дейін Америкада ажырасу масқара саналатын. Қоғам дүр сілкініп ажырасқан адамды кінәлайтын. Аборт қылмыс, гомосексуализм азғындыққа телінген. Енді қарабайыр секс махаббатты білдіретін сезім деп түсіндірілді. Сексуалды қарым-қатынас ер адамның жеке таңдауы, оған мемлекет пен дін, ата-аналар араласуы дұрыс емес делінді. Гомосексуалистік сезімді сынау
толеранттылыққа баланды. Олар дін мен дәстүрді адамның табиғи құмарлығын бүлдіретін күш деп көрсетті. Осылайша франкфуртшылар универсальды радикалды қозғалысты тудырды. Азаматтық құқықты талап еткен қозғалыстың көлеңкесінде гейлер мен лесбийлердің де құқығы қорғала басталды. Қысқа мерзімде халық танымында болған осы өзгерістерді америкалық ғалым Ролло Мэй бүй деп суреттейді. Бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін секс жайлы ешкім жақ ашпайтын. Мұндай ұғым атымен жоқтай кейіпте жүрді. 1960 жылдан былай қарай керісінше тек секс туралы айтатын болдық. Адам айтса сенгісіз, айналдырған 20 жыл ішінде бәрі өзгерді. Кезінде Фрейд төсек қатынасының аздығынан адам невроз болады, мазасы қашып психикалық ауытқуға ұшырайды деп сендірген еді. Қазір керісінше секске барлық есік ашық, бірақ невроз сол күйі тоқтамады. Төсек рахатына шектен тыс батамын деп құмары қанбай қалған пациенттер қамыстай қаулады. Фрейдтің истерикаға ұрынғыш бұрынғы пациенттерін импотент пен фригидтің жүздеген армиясы басты. Еркегі белсіз, әйелі төсекке суық. Мұның бәрі ләззатқа армансыз батамын деген ниеттен шықты. Себебі психика тәртібі басқа мәнге құрылған. Пенде шіркін жыныстық құмарлыққа ұмтылған сайын ләззат алыстай береді. Дәл осы алыстау мен оны қуалауды невроз деп атаса жарасады. Ең қызығы, төсектен тоят таппайтын барынша жасыруға тырысты. Викториан дәуіріндегі әйелдер оргазм сырымен бөлісуден ұялатын. Біз керісінше төсектен ләззат алмасақ, өзімізді кінәлі сезінеміз. Викториандық еркектер, ол әйел менің құшағыма құлай ма жоқ па деп уайымдаса, бүгінгі жігіттер осы қыздан тоят табам ба, таппаймын ба деп күмәнданады. Фрейд секске еркіндік берілсе, невроздың бәрі басылады деген еді. Байқасаңыз, іштегі мазасыздық керісінше ұлғайып кетті. Саяси қуғын сүргіннен босап, еркіндік алған секс ешкімге бақыт сыйламады. Викториандық дәуірде әлде бір әйелдің фигурасын мақтағанда, олар ары тапталғандай қорланатын. Енді алғыс айтып іштей қуанатынды шығарды. Ол дәуірдің адамы құмарлықты жасырып махаббат іздесе, енді махаббатсыз құмарлық іздейтін болдық. Махаббат пен ғадауат арасындағы бұл шайқас жайлы Леон Бюйдел дейді. Викториандыққа қарсы соғыста Майдан алаңы экстремистерге бұйырды. Бұл жерде экстремист деп Франкфурт мектебі мен психоаналитиктерді айтып отыр. 20 ғасыр басында Еуропа мен Америкада болған осындай құбылысты қазақ жұрты тәуелсіздік алған соң бастан өткерді. Арасын бір ғасыр бөліп жатыр демесен, санада жүрген өзгеріс пен оның психикалық салдары бірдей. Бұрынғының әйелі төсегін некесіз бөліскені үшін өзін күнәһар сезінсе, енді көңілдесімен ойнап күлуден бас тартқаны үшін өзін ыңғайсыз сезінеді. Мұндағы парадокс мынау: жұптар секс техникасына әуестенген сайын нәтиже кері кетеді. Ал порно сайт ақтармайтын, ешқандай позада хабары жоқ төсекте сауатсыз әйелдер ғашығымен қосылғанда нағыз оргазмның дәмін татады. Франкл осы тұста мынадай ой айтады: сексуалды инфляция нарықтағы ақшаның девальвациясы сияқты шапшаң жүріп жатыр. Адам тоқыраған сайын жыныстық қатынастың құны кеміді. Некелік қатынас жай ғана төсекте табысу емес, оның құпиясы терең. Адамда ғашықтық деген функция бар. Секс те, романтизм де осыған қызмет етеді. Олар ғашықтардың махаббатын бекіте түсетін қосымша құрал. Ер мен әйел ғашықтықта ғана секстен қуаныш табады. ақш-тың Psychology Today журналының сауалнамасына 20 000 жұп қатысқан. Олар оргазм тудырушы бірінші фактор ғашықтық деген. Адам сексуалды невроздың алдын алу үшін жыныстық қабілетін тұлғалық қасиетмен бірге дамытсын.
Адами қасиеті ұшталмай төсектегі рақатқа ғана байланса, жүйкесі ауытқиды. Көңіл күйі бұзылуға бейім тұрады. Тоқырау процесі басталады. Тоқырау асқынғанда порно индустрия шаш етектен пайда табады. Осылайша алтын бұзауға табынатын тоғышарлық өршіп кетеді. Шаңырақты құлатпай ұстап қаламын деп неше түрлі секс техникасын іздеп кетеді. Сағым қуып сандалып өлді деген осы болады.